Абайдың 41-ші қара сөзі. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі бек зор өкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен бұл жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе. Хатта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танарлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, бұл аталары қартайып, сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастапқы айтқандай жолға салып, тағлым берсе сонда түзелер еді. Мұндай халықты еріксіз қорқытып, көндірерлік күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап, көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкінді емес. Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақыл менен не жырлап, не сырлап, айтқан менен еш нәрсеге көндіру мүмкінді емес. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтімен біткен надандық әлде қашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбыңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гүлдігі бар ма, дүрілдігі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды. Ойласа да бұрыла алмайды. Егер сөз айтсаң, түгел тыңдап тұра алмайды. Не көңілі, не көзі алаңдап тұрады. Енді не қылдық, не зорлық.